Тұрмысқа шыққаныма 4 жыл уақыт болды. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі кейіпкер өзінің отбасылық өмірінде көрген қорлығы жайлы айтатын болады. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Өскелең ұрпақ осы біз секілді, сізбен біз секілді қарапайым адамдардың ауыр тағдырларын жасаған қателіктерінен сабақ алу мақсатында жасалып жатқан видеолар. Сондықтан да қолдау білдіріп кетіңіздер. Мені көрші жігіт алып қашып кетті. Өте жақсы, заботливый, қамқоршы, мені жақсы көретін жігіт болып көрінді басында маған. Сөйтіп, ол мені алып қашып кетті. Менің отбасым ұят болады, қайта келме, қайта келген қыз жаман, есік көргенсің, сен шаңырақ көргенсің деп мені сол үйде қалдырды. Бірақ енді біз жігітім екеуміз 1 жылдай жүрдік. Бір-бірімізді жақсы көріп үйлендік деп айтсам болады. 1 жыл бойы баламыз болмады. Сол біздің 1 жыл кезіміз өте бақытты кезең болды. 1 жылдан кейін бізде проблеманың көкесі басталды. Сөйтіп мен күйеуім командировкаға барып кетіп жүретін. Сөйтіп ол мен 2 қабат кезде менде токсикоз басталды. Қатты болды токсикозым, жүрегім айнып, басым ауырып, тамақ та іше алмайтын, ішкен тамағым қайтадан сыртқа шығатын. Ал күйеуім ылғи да командировкада болатын көбінесе. Сөйтіп күйеуім бала туылады, бала туғаннан кейін балам жаса күйеуім жанады, мен тем более қыз тудым деп. Енді еркектердің көбісі қыз ұнатпайды ғой, қыз деген қолғанат болған менде. Неге қыз тудың деп басында маған әңгіме айтып жүрді. Қызыма қарайласпай жыласа мені бір теуіп далаға шығып кететін. Осы қашанғы жылай береді, дамыл жоқ екен аузына деп. Ал менде болса послеродовая депрессия болды. Күні-түні балам жылайды, бәрі жақсы болса да жылай беретін. Біресе тісім деп жылайды, біресе іші деп жылайды. Енді барлық бала болғасын жылайды ғой. Бірге толады, қызым тұсауын кесеміз, бәрі өміріміз жақсарып келе жатқан кезде тағы да көтеріп қойғанымды бақылаймын. Бірақ бұл кезде менде токсикоз болған жоқ, себебі менде ұл деп айтты. Күйеуім деген мәз болып, ұл туғаннан кейін қуанып, одан бақытты адам болған жоқ. Сөйтіп маған не ішем, не жейм жоқ, барлық нәрсемді алып берді ұл болғаннан кейін. Сөйтіп мен бала тудым, мен қызыма қарадым, ал күйеуім ұлыма қарайласып көмектесті. Екінші балам спокойный болды өте. Бұл баламды өзі қарайтын. Қызыма біз екеуміз қатты көңіл бөле алмадық. Жыласа, жынданса далаға шығарып жүретінбіз. Бар далаға ойна, сен жамансың деп. Енді тура маған да айтпағанмен де солай тигізіп айтатынмын. Сол қыз бұзық болып кетті, бізді тыңдамай кетті. Далаға шығып, неше түрлі бұзықтықтар жасайтын. Сөйтіп көршілер айтатын, тәрбиесіз, тәрбие көрмеген, жексұрын деп. Сөйтіп мен ұлым да солай өсіп кетті. Тұсаукесерін жасадық, түгел барлығын күйеуім қарайтын, бәрін істейтін өзі. Ұл десе енді бәрін беріп ішкенсін жерге қоятын. Көп негізі еркектер қыздарын жақсы көреді дейді ғой, бірақ кейін ұлын ертіп жүретін болды, қайда барса да. Ал қызым менімен қалатын, қызыма мен көңіл бөле бастадым. Солай шамалы болса да бұзықтығын қойып, көршілер таң қалды, бұзықтығын қойыпты, бұрынғы еркелігін тастапты деп. Сөйтіп күйеуім екеумізде қиындықтар басталды. Күйеуім сәл бір нүктелердің өзіне ренжитінді шығарды. Сәл бір ұсақ-түйектің бәріне ренжіп үйден кетіп қала беретін. Енем мен атам бөлек қалада тұратын. Оларға хабарлассам, мені енді ол кісілер тыңдамайды, бірақ ол жайлы мен жамандап ештеңе айтпайтын тұғым. Ал күйеуім болса мені жамандап, сөйтіп мама папасына айтатын. Негізі дұрыс емес қой, өзі таңдап алған әйелін мама папасына жамандау деген. Содан не керек, күйеуім маған измена жасап бастады. Мен оны қайдан білдім? Бір күні маған көршімнің көршісі келді ғой, сөйтсем менің күйеуім жаңағы көршіммен измена жасап жүр екен. Ол жап-жас қыз, жасы небәрі 18-де, күйеуге шықпаған, баласы жоқ, бірақ 18-де болса да фигурасы да түр дейтін түрі не фигурасы жоқ, білмеймін. Мүмкін оның жастығына қызықты ма, білмеймін. Мен 2 бала тусам да, мен қыздай болдым да, мен фигурамды барлығын қатаң сақтайтын тұғым. Таңертең тіс жуғаннан бастап бүкіл уходымды бәрін жасайтынмын. Сөйтіп түніміз де біздің жақсы еді. Мықты болатын. Сөйтіп біз менде спираль болды сол кезде. Спираль болса да мен 3-шісін көтеріп қойдым. Ойлаңыздар, спираль салғыздым, бірақ күйеуім кәдімгі ұятсыз болып кетті. Үйде қызымыз болса да, балаларымыз болса да үйде жалаңаш жүруді бастады. Трусымен ғана жүріп бастады. Түнде үстіне жалаңаш жатып, ештеңе жамылмайды. Екеуміз түнде қосылып жатқан кезде даусымды шығар деп маған айғайлайтын. Балалар естіп қалады десем, енді мені
былай шапалақпен салып жүретін да, даусыңды шығар деп, өзі де даусын шығарып, сөйтіп бізде қабырғалар жұп-жұқа болатын. Сөйтіп баламызды ата-енемізге беріп жібердік демалысқа. Солай бүкіл күйеуімнің фантазияларын орындап жүрдім, бүкіл армандарын орындап жүрдім. Курстар алдым, неше түрлі түнде қалай қыздай болуға болады деп бәрін. Сөйтіп спиральдің ішіне тағы көтеріп қойғанымды білем. Күйеуіме айтқанда күйеуім қуанбай маған боқтап жүрді. Дамыл жоқ екен, не алған нәрсе, мен шаршадым деді да. Оны алдыруға барғанда маған айтты, енді туа алмайсың, егер қазіргі балаңызды алдыртатын болсаңыз, деді маған. Сіздің маткаңыз өте жұқа деп, сөйтіп мен туам деп шештім. Солай туам деп жүрген кезде екеуміздің арамыз суып кетті. Точнее айтқанда күйеуім маған суып кетеді ғой. Үйге қонбай кететін болды. Көрші қызбен жатып жүргенін білдім да конкретно сол кезде. Оны білгенімде күйеуім мені ұрып соққыға жықты. Полицияға да ұстап бердім, ұрады деп. Сөйтіп мен өз мамама жалобы тастап жылаған кезде мамам айтатын, өзіңнен көр, бір жеріңді бітеп қоймадың ба, енді көтеріп алып енді маған не үшін звондап жылап тұрсың, күйеуім болғаннан кейін туасың да енді өздерін қорған бағаннан кейін деп мама маған ұрысты. Енді ол сені ұрса, өз тіліңнен тапқан шығарсың, өзіңнің кінәңнан, неге туа бересің, егер сені сыйламас, маған ұрысты. Содан жылап жата беретін болдым. Қайта балалардың ата-енемде болғаны жақсы болды. Неге ата-енеме айтпайды деп ойлайсыздар ма осының барлығын? Өзімнің әке-шешем мені түсінбей тұрған кезде біреудің әке-шешесі қайтеді мені деп ойладым сол кезде. Күйеуіме алдап та айттым, ұрсып та айттым, жылап та айттым, көңіл күйі жақсы кезде айтып алатындығым. Кетіп та көрдім, жоқ өзгеретін шығар дедім, өзгермейді екен. Намазға да жығылдым, Құдайдан да сұрадым. 1 ай болды, жақсы болды да, содан кейін қайттан әдетіне басты. Мені сыйламайтын, ұратын, соғатын, ана қатын шашын жұлдым барып, позорын шығардым да, тағы измена жасағанын біліп қойғаннан кейін. Сөйтіп кейін тағы жұмысына шақыртып, позорын шығарып, сөйтіп оны жұмыстан шығарып жүрді. Одан кейін ол қатыннан қойғаннан кейін басқа қатын тауып алды. Сөйтіп балаларымның көзінше күйеуім мені подъезде ұрып, соғып, көк торғайдай қылып тастады. Сөйтіп мені сол жерге тастап кетті, өле қал деп. Сол кезде менің балам түсіп қалды. Үйге әрең дегенде кірдім. Кәдімгідей өмір сүргім келмей кетті. Онда төсекте екеуміз қосылған кезде де оған бәрібір менің пікіріммен санаспайтын. Ол солай намаз оқып жүріп, бұл адамды мен ұнатпай кеттім. Екеуміздің арамыз кәдімгідей конкретно суып кетті. Оның алдында мен қимайтынмын, менің күйеуім, Құдай қосқан жарым деп, ал қазір мен күйеуім емес құбыжықты көретін болдым. Маған не ақша бермейді, әйтеуір немерелерге деп ата-енем беріп тұратын. Сөйтіп олар негізі келе қоймайды, ата-енем. Оларға мен ұратынын айта алмадым. Сөйтіп үйленгенімізге біздің 4 жылдан асты, бәрі жақсарғандай болды. Оған суып кеттім, ол болса маған жабысып көңіл бөліп кетті. Ол аяқ астынан ойлаңыздаршы, кәдімгідей ештеңе болмағандай бір әйел бір күйеу бола қалдық. Енді менің әрине сезім суып кеткеннен кейін оған жылы шырай танытпадым, ал күйеуім болса маған көп внимание бөліп, гүл алып келіп сабанасынан. Сөйтсем, оның барлығы неге болды десем, маған айтады, саған алып берген алтындарыңды ломбардқа өткізейік деп маған көндіру үшін өтірік көңіл бөліп жүрген, ойлаңыздаршы. Сөйтіп оны мен бермедім алтындарымды. Ертең балаларымның болашағына, балаларыма киім, оқуына ақша керек болса, мен күйеуімнен сұрай алмаймын ғой, ажырасып кетсек. Сондықтан да мен ешкімге ештеңе бермеймін дедім. Сөйтіп тағы да мені ұрды. Сөйтіп мен шкафқа құлаған кезде шкафтың айнасы сынып, бүкіл үстіме құлап, арқам қан болып, сол жерде кәдімгідей біраз, қазір айтқанға оңай әрине, балалар жылап, көрші жүгіріп келді, тыныштық сақтасаңдаршы деп, ол мен аяпты жатқан жоқ, просто не шумите деп маған айғайлап келді. 2 балам ғана жан ашып, жылап жүрген. Сөйтіп түнде балалар ұйықтап жатқанда жақын жердегі больницаға барып, жалынып, обработка жасаттым. Солай қаншама күндерім таяқ жеумен өтті. Түрім кәдімгі тірі адам болғанымен де жансыз адам сияқты болып қалды. Бұрынғы энергичная, әп-әдемі, сұлу, көзінде от жанып тұратын қыздан дым да қалмады. Күйеуім үйде жоқ кезде балаларымды алып қашып бара жатқанында тауып алып үйге алып келді қайттан. Кетпейсің, ана көрші әйел білді ұратынымды, ертең өсек қап айтады деп, оған өсек жаңағыдай
маңыздырақ болып тұр да. Солай бөлек комнатаға мені қамап кететін жұмысқа кеткен кезде. Не балаларымды көре алмайтындығым, не ас ішпей жата беретін. Сөйтіп өзіме қол жұмсағым келмеді, мен 2 баламды тастамаймын деп шештім, себебі анадан басқа ол бала кімге керек деп ойладым. Солай өтірік кетпейтіндей 200-ді болып жүрдім күйеуіме жабысып, сосын бұдан құтылу үшін тоқалап беру керек деп ойладым. Алдында жүрген көрші жас қызға үйленсе, мен келісім берем деп мен күйеуімді алдап соқтым. Күйеуім оған сене алмай, сенгеннен кейін одан бақытты адам болмады, ойлаңыздаршы. Кәдімгі менің айтқан сөздерімнің барлығын жасап, менің айтқан сөзімді екі етпей құрдай жорғалап, сондай болып кетті ғой. Ата-енем берген ақшаларын жинап бастадым мен. Енді маған да ақша керек қой, продуктыға деп күйеумен алған ақшаларын жартысын жұмсап, жартысын жинап бастадым. Бірдеңе алуға қойып қойдым деп. Мен тек жаңағы осы күйеуімнен құтылсам болды да маған ше. Енді менің орныма, өзімнің орныма бір әйел тастап кетсем, мен спокойно кетем ғой деп ойладым. Сөйтіп ол қызды тоқал қылып алды, мұсылманша некелерін қиды. Менде ешқандай қызғаныш болған жоқ, өйткені мен ұрып соққаннан кейін мен кәдімгі шеккөніш қана менде де сондай. Сөйтіп спальняды босатып бердім. Түнімен дауыстарын естіп отырып, сөйтіп план құрып жүрдім. Енді маған бәрібір ғой, бұл кіммен жүрсе де, не істесе де, сол тоқалын өліп жақсы көретін, кәдімгідей бір жеріне кіріп кетер жаздап. Сөйтіп мен қуандым, мені сонда жіберер, мені сол кезде мен босармын деп. Сөйтіп мен қашам деп пландаған күні ол мен қосылам деп пландайды ғой, ойлаңыздаршы. Қанша қашсам да құтыла алмадым. Ақыры еркімнен тіс маған тиісті, бірақ бірден дәрі іштім да, көтеріп қоймас үшін. Енді біраз ақша жинадым. Бүгін түнде қашам деп шештім. Күйеуімді тоқалмен жаңағыдай қыдырыңдар, киноға барыңдар деп тоқалына айттым да, алып кетші деп. Сол екеуі кетті. Киімдерімізді жинап, бірден балаларын басқа жаққа қашсам болды, сол жаққа барып арыз жазуға деп пландадым. Сөйтіп балаларымды алып таксиге отырып жолға шығып кетем. Кезінде бір мектепте оқыған сыныптасым көшіп кеткен жаққа кетіп қалдым. Сол көмектесіп, қолжетімді үй тауып берді, ремонты жоқ болса да сол үйді алып, әйтеуір ремонтты жасауға маған көмектесті. Сол жерде жақсы үй алып алдық. Бастысы әйтеуір жылы үй, астында енді шатырымыз бар. Қуанып, балаларым бұрынғыдай қорықпа, емін-еркін, қыз кезімдегідей, прям свободада өмір сүрген маған қатты ұнайды екен. Менде жұмыс іздеп бастадым, арыз жаздым ажырасуға, сотқа шақырды. Күйеуім іздегенде жоқ, тоқал екеуі қыдырып жүргенін көріп тұрам Инстаграмнан, былай әйеліне подписанмын. Солай күндер өтті, жақында сот болады. Әйтеуір ең бастысы, менің жаным тыныш, еркінмін, еркіндіктемін. Балаларым бақытты, мен бақыттымын. Бала бақытты болса, балалар да бақытты болады ғой. Сөйтіп, бірақ ойлап қоямын да, күйеуім сотта ажыраспаймын деп, мен ұрып кетпей ма деп қорқам. Сіздердің ақыл кеңестеріңіз қандай? Жалпы менің жасаған іс-әрекетім дұрыс па, бұрыс па, әлде әйел болып, әйелдің 40 жаны бар деп мен соның бәріне көніп отыруым керек пе еді? Сіздер қалай ойлайсыздар? Деп кейіпкер өз әңгімесін аяқтайды. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Басқа адамдардың жасаған қателіктерінен сабақ алайық.